Басқа мекемеден ауыстыру туралы бұйрық құжаты қызметкерді еншілес және бас ұйым арасында немесе қосылма ұйымдар арасында ауыстыру жағдайында ресімделеді. Басқа мекемеден ауыстыру туралы бұйрық құжатының өндірістік жағын толтыру үшін алдымен кадрлық қызметкерлер тарапынан жасалатын, басқа филиалдан ауыстыру туралы бұйрық кадрлар бөлімі құжатын ресімдеу қажет. Осыдан кейін басқа мекемеден ауыстыру туралы бұйрық өндірістік есеп құжатын толтыруға кірісуге болады. Ол еңбек және жалақы есепке алу бөлімінде құжаттар, бұйрықтар өндірістік есеп қойындыларында орналасқан. Деректер ауқымында ОК батырмасын басып, тізім қойындысын өту қажет. Деректерді нақтылау үшін сүзгіні пайдаланып, есептің күні, лауазым, бөлімше код және тағы басқа параметрлерді көрсетуге болады. Тізім қойындысында қажетті бұйрық таңдалады. Оның сары түспен белгіленуі құжаттың өңделмегенін білдіреді. Жазбаны ашып, құралдар тақтасындағы өзгерту командасын басу қажет. Алдыңғы жағы және мәтіндер қойындыларында бұйрықтың кадрлық бөлігінде бұрын енгізілген жалпы мәліметтер көрсетіледі. Құжаттың өндірістік есебі бухгалтер немесе нормалаушы арқылы өңделеді. Өзгерістерді енгізу үшін өндірістік есеп қойындысы қолданылады. Өндірістік есеп қойындысында деректерді толтыру штаттық кесте негізінде толтыру командасы арқылы жүзеге асырылады. Бұл команданы қолданғаннан кейін шығындардың туындау орны, учаске, шот, шығындардың бабы және шығындардың объектісі өрістері автомат түрде толтырылады. Сондай-ақ бұл белгі штаттық кестеде қарастырылмаған лауазымдар үшін, мысалы мұғалімдер үшін орнатылады. Қажет болған жағдайда толтырылған мәліметтерді түзетуге болады. Сонымен қатар қызметкер туралы мәліметтерді жедел талдау үшін дербес карточкаға жылдам өту батырмасы қарастырылған. Орташа мәндер қойындысы қажет болған жағдайда тізіммен жолдарды қосу командасы арқылы толтырылады. Барлық қажетті мәліметтер енгізілгеннен кейін нормалаушының табелдік нөмірі көрсетіледі. Одан кейін құжат құралдар тақтасындағы сақтау батырмасы арқылы сақталады. Келесі қадамда құжатқа қол қойылады. Себебі қол қойылмаған құжат кейінгі есепке алуда ескерілмейді. Қол қойылмаған бұйрықтар тізім қойындысында сары түспен көрсетіледі. Бұл олардың өңделуі және қол қойылуы қажет екенін білдіреді.